Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет алманы көп етіп турап, пирог дайындайтын боламыз. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алма пирогын дайындау үшін алдыменен пирогтың қамырын дайындап аламыз. Ол үшін алдын ала електен өткізілген 280 грамм ұнға 80 граммдай құмшекер және 1 шай қасық қопсытқыш қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін 180 граммдай сары майды осылай теркадан майдалап өткізіп аламыз. Сары майымызды өткізіп болғаннан кейін ұн мен сары майды араластырып, осылай крошка қылып дайындап аламыз. Енді оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап қамыр қып илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ болып шығу керек. Мінекей қамырымыз дайын болып қалды. Енді қамырымды салафанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямын. Енді осы пирогтың ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен орташа 4 алманы алып, осылай ұсақтап турап алдым. Алдыменен алманы ұзынша етіп турап, сосын оны осылайша кубик етіп, кішкентай кубик етіп турап шығамыз. Мінекей алмамның бәрін турап болдым. Енді отқа табамды қоямын, табамды қыздырамын. Сөйтіп оған 150 граммдай құмшекерімді салып, табада қыздырамын. Біраз құмшекерім қызғаннан кейін осылай сарғайып ери бастайды. Осылай сарғайып ергеннен кейін кішкене 60 граммдай сары майымды қосып, құмшекермен бірге ерітемін. Осылай жақсылап араластырып, осы қоспаларымызды ерітіп аламыз. Мінекей еріді, сап-сары болып, әдемі болып еріді. Енді осыған жаңағы дайындап қойған алмамызды салып, жақсылап араластырып, осы қайнап жатқан құмшекерде біраз 5 минуттай алмамызды қуырып аламыз. Одан соң формаға пергаментті төсеп, пирогтың қамырының үлкен бөлігін алып, жаймалап шығамыз. Жан-жағына барлығына көтеріп, әдемелеп, осылай жаймалаймыз. Ал кіші бөлігін осылайша оқтауменен жайып, ұзынша етіп кесіп аламыз алдағы уақытта. Қамырым кішкене жабысқыш болғандықтан ұн себелеп отырдым. Шанышқыменен тесіп дайындап алғаннан кейін, шанышқылап алғаннан кейін дайын болған салмамызды, алмадан жасалған салмамызды осылай қамырдың үстіне салып, жақсылап тегістеп шығамыз. Жаңа қамырымның кіші бөлігінен жайылған қамырымызды осылай ұзынша етіп кесемін. Одан кейін салманың үстінен осылай айқастырып қойып шығып, безендіріп шығамыз. Мінекей осындай болып шығады. Өте әдемі керемет болып шығады. Одан кейін алдын ала қосылып, қызып тұрған пешімізге 180 градуста пирогымызды салып пісіріп аламыз. 40-45 минутта піседі. Мінекей мен пирогым дайын болды, пісті. Өте керемет болып шықты. Одан кейін сыртқы формасынан ажыратамыз және де қант ұнтағын бетіне осылай сеуіп шығамыз. Исі деген бұрқырап керемет болып тұр. Өте керемет. Одан кейін енді таңғы шайымызды ішкенге
пирогымызды кесіп дайындаймыз. Өте керемет дәмді болып шықты. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі. Ортасындағы начинкасы осындай қызыл сары түсті, өте әдемі. Жесеңіз аузыңыздан дәмі кетпейді. Өте керемет болды. Егер сіздерге бүгінгі жасаған пирогым ұнап жатса, сіздер де осылай жасаңыздар.